Всем хай, бұл біздің ағылшын тілінде сөйлеуге арналған 5-ші сабағымыз. Сұрақтар болса, комментарийға жазамыз. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Так, өткен сабақты білеміз. Кеттік ондай болса. Ол осыны күн сайын істейді. Сөйлеміне келдік. Ол, he, істейді, істеу. Do. Енді қараңыздар, мынау do дегеніміз істеу, істеу. Біз айттық, біз he, she, itпен етістікке іс жалғауын жалғаймыз дедік. Бірақ, мынау біздің етістігіміз o әріпімен аяқталса, біз оған s емес, жай ғана мына es жалғауын жалғаймыз. Сөйтіп бұл do емес, бізде does болады. He does, осыны, it, күн сайын. Now, күн сайын дегеніміз, сайын, every day. Yani, he does it every day. Now, every дегеніміз сайын, every day деген күн сайын, күніге. Ол оны күніге істейтіндігін айтып жатырмыз. Ол мектепке барады. She, бару, go. Go'ге біз s жалғамаймыз, es жалғаймыз. Қайға барады? Мектепке. To school, яғни бағыт бағдар беріп жатырмыз. She goes to school деп айтып жатырмыз, Ол жұмысқа барады. He барады. Goes to work. He goes to work. Ол жұмысқа барады. Кеттік ары қарай. Ол жиі кинотеатрға барады. Ол, she, жиі, often, she often барады. Goes, қайда барады? Кинотеатрға барады. To the cinema. Осы жерде қараңыздар. Мына she дегеніміз ол, жиі, often барады. Go-ға es жалғадық. Goes, қайда бағыт беріп тұрық. To, мына жерге the қойдық. Не үшін? Енді қараңыздар. Мына қоғамдық орындарды айтқан кезде, парк, кинотеатр секілді, ол жерде біз белгілі артиклді қоямыз, the артиклін қоямыз, хорошо? Ал school мен work'ты айтқан кезде, оған артикль қоймаймыз, хорошо? Ол саябаққа жиі барады. Кеттік. He, жиі барады. He often барады. Goes, қайда барады? To, қайда барады? Park. Енді осы жерде мынау парктың алдында біз the қоямыз ба, қоймаймыз ба? Қалай ойлайсыздар? Қоямыз. Почему? Потому что біз айтты қоғамдық орындар айтқан кезде біз артикльмен айтамыз. He often goes to the park. Кеттік, давайте. Ол осыны күн сайын істейді. He does it every day. Ол мектепке барады. She goes to school. Ол жұмысқа барады. He goes to work. Ол жиі кинотеатрға барады. She often goes to the cinema. Ол жиі саябаққа барады. He often goes to the park. Кеттік ары қарай. Так. Енді бүгін біз бір нәрсенің бар екендігін айтып үйренетін боламыз. Ағылшын тілінде, егерде сенде бір нәрсе бар екендігін айту үшін біз have және has'ды қолданамыз. Енді қараңыздар. Біз I, we, you, they есімдіктерімен have'ті қолданамыз. Ал he, she, itпен біз has қолданамыз. Енді кеттік. Оның үйі бар. Оның үйі бар дегенде бізде ол бар үй деп айтамыз, Так, кеттік. He бар. Has. Несі бар? Үйі бар, Оның үйі бар екенін айтамыз. House. A house. He has a house. Артикль қоямыз, себебі саналатын зат есімнің алдында бізде всегда артикль болады, білеміз. Оның машинасы бар. She has a car. Оның бір ғана машинасы бар екендігін айтып жатырмыз. She has a car. Оның иті бар.
He has a dog. Яғни бұл жерде дегеніміз өткен сабақтан білесіздер, ол бізде бір дегенді білдіреді, бір, one деген сөзден шыққан. Яғни оның бір ғана иті бар екенін айтады. Егер де екі болса, two dogs деп уже көпше түрмен айтып кетуіміз керек, Оның мысығы бар. She has a cat. Оның ақшасы бар. He has money. Осы жерден қараңыздар, he has money дегенде не үшін біз артикль қоймаймыз? Потому что біз саналатын зат есімнің алдына ғана қоямыз. Ал ақша ол саналмайды. Бізде доллар санауы мүмкін, теңге санауы мүмкін, бірақ біз бір ақша, екі ақша деп айтамаймыз, как қант сияқты, бір қант, екі қант деп айтпаймыз ондай. Құмшекер, бір құмшекер, екі құмшекер деп айтпаймыз, бір су, екі су деген сияқты. Олар саналмайды, поэтому біз оларға алдына артикль қоймаймыз, Енді қараңыз, онда оның несі бар? Жаңағы құмшекері бар, У него деп жатыр. He has sugar. Sugar'дың алдына тоже қоймаймыз. Sugar дегеніміз ол сахар. Ол алдына қоймаймыз. Почему? Потому что ол да бізде саналмайды. Енді кеттік. Оның доллары бар деп айтатымыз, доллары. He долларлары деп айтсақшы, давайте. He has долларлары деп айтақшы. Dollars. He has dollars. Оның долларлары бар. Ой, Господи. Оның долларлары бар. Көпше түрде айтып жатырмыз. He has dollars. Оның қызықты ойлары бар. She has қызықты. Interesting ойлары. Ideas. Так, кеттік енді қайталап шығайық. Так, оның үйі бар. He has a house. Оның машинасы бар. She has a car. Оның иті бар. He has a dog. Оның мысығы бар. She has a cat. Оның ақшасы бар. He has money. Оның құмшекері бар. He has sugar. Оның долларлары бар. He has dollars. Оның қызықты ойлары бар. Так. She has interesting ideas. Кеттік ары қарай. Оның үйі бар. Кеттік. He has a house. Біз бұны істеп қойған жоқпыз ба? Оның үйлері бар, оның долларлары бар. Бұны жасап қойдық қой біз. Так, кешірім сұраймын. Ол теледидар қарайды. Так, кеттік. Ол теледидар қарайды. Ол, she, қарау, бір нәрсені қарау, бізге бір нәрсені былай бетіп, бір процесті бақылау, ол бізде watch деп айтады. Watchқа біз қараңыздар, осы жерде біз айттық етістікке, бір нәрсені бақылау. С жалғауын жалғаймыз деп айттық қой алдың сабақта. Енді қараңыздар, егер де біздің етістігіміз O, CH, SH, double S, X әріптермен аяқталса, біз оған S жалғауын жалғаймыз. Значит, мына жерде біз watches деп айтамыз. She watches. TV. Теледидар қарайды. Ол теледидар қарайды. Кеттік. Ол ағылшын тілін үйретеді. Ағылшын тілін үйретеді. Так, давайте. He, үйрету деген, вообще, мұғалім деген, teacher ғой, осы teacher деген сөзден шыққанда ол да, teach дегеніміз үйрету. Яғни, ол teach, оған ес жалғаймыз. И нені үйретеді? Ағылшын тілін. He teaches English. Так, ол сені сағынып жүр. Ол, допустим, she, сағыну дегеніміз, miss деген сөз, miss. Көбіне де киімдерде miss you деп жазып қоятын еді ғой, miss дегеніміз ол сағыну, She miss, осыған біз не істейміз? Double S-пен аяқталып тұр, оған ес жалғаймыз. She misses, нені? Кімді сағынып жатыр? You, сені сағынып жатыр. Ол өзінің жұмысын уақытылы аяқтайды дейді. Так, ол, he, аяқтау дегеніміз finish, бәріміз білеміз ойындардан. Осыған ес жалғамыз. He finishes, өзінің жұмысын. His, өзінің,
work, his work. He finished his work. Так, уақытылы. Ана Джастин Бибердің on time деген бір өлеңі бар еді ғой. Яғни осы on time дегеніміз уақытылы. He finished his work on time. Ол әдетте үйде демалады. Кеттік. Ол. She болсын, иә? She. Әдетте. Often. Әдетте не істейді? Демалады. Демалу relax. Yeah, relax сөзі X әрпінен аяқталып тұр, еш жалғамыз. Relaxes әдетте қайықта демалады. At home. Үйде демалады. Кеттіген қайталайық. Ол теледидар қарайды. She watches TV. Ол ағылшын тілін үйретеді. He teaches English. Ол сені сағынып жүр. She misses you. Ол өзінің жұмысын уақытылы аяқтайды. He finishes his work on time. Now, his дегеніміз, яғни өзінің, оның, өзінікі екендігін білдіріп тұр, иә? Ол әдетте үйде демалады. She often relaxes at home. Ол әдетте үйде демалады. Кеттік ары қарай. Так, өзгетіп алайын. Ол осыны істеуге тырысып жүр дейді. Кеттік. Ол, he деп айтайық, he. Осы жерде тырысу дегеніміз бізде try деген сөзді, мынандай try, тырысу деген. Бірақ бізде қараңыздар, мынандай y-ға аяқталса, оған біз еш жалғаған кезде, мынау y бізде айға айналып кетеді, еш жалғанады. Енді қараңыздар, бізде сөйлемде егерде етістік келетін болса, екі етістік келетін болса, яғни екі етістік қатар тұрса, оның арасында бізде to қолданылады. Яғни ол істеуге тырысып жүр, иә? He tries болады, y-мыз айға айналып кетеді. He tries. Нені істеуге? Do дегеніміз істеу ғой, иә? Оның арасында екі етістік келген кейін біз to қолданамыз. To do оны it. He tries to do it. Ол оны істеуге тырысып жүр. He tries to do it. Ол ағылшын тілін үйренуге тырысып жүр дейді. Кеттік. Ол. She тырысып жүр. Tries to істеуге, үйренуге. Learn English. И осы жерде қарасаңыздар, мына жерде мынау етістік екеуі де ешнәрсе жалғанбай келеді, иә? She tries to learn English. Ол ағылшын тілін үйренуге тырысып жүр. Иә? Кеттік арға. Мен француз тілін үйренуге тырысып жүрмін. Мен дейміз. Так, кеттік. I тырысып жүрмін. Try. Мен тырысып жүрмін. I try. Не істеуге? To learn French. To learn French. Мен French. Мен ағылшын тілін үйренуге тырысып жүрмін. Кеттік ары қарай. Ол жұмыс табуға тырысып жүр. Ол. He tries. Тырысып жүр. Tries to табу. Find. To find. He tries to find. Нені табуға? Work. Ол жұмыс табуға тырысып жүр. He tries to find work. Ол кейде компьютер ойындарын ойнайды дейді. Ол. Так. He sometimes дегеніміз кейде, ол кейде не істейді? Ойнайды. Please. Жай ес жалғаймыз. Не үшін? Енді қараңыздар. Бізде мына y әріпімен негізі өзі қызық. Y әріпінің алдында бізде мынандай дауысты әріп тұрса, мысалға a дауысты әріпі тұрса, онда біз оған жай ғана s жалғауын жалғаймыз да, y әріпі өзінде тұра береді. Ал егер бізде мынау try деген сияқты сөзде мынау y әріпінің алдында дауыссыз әріп тұратын болса, бізде мынау y әріпіміз не істейді? Айға айналып кетеді де, оған s жалғау жалғанады. Не бұл ереже? Play оның алдында a дауысты болғаннан кейін, оған жай ғана s жалғай саламыз. He sometimes plays. Не ойнайды? Компьютер ойындарын. Computer ойындар. Games. Мен кейде ағылшын тілін оқимын. Мен, I. Так. Мен кейде.
Sometimes, yeah, кейде. Sometimes мен кейде ағылшын тілін оқимын. Кейін кейде I sometimes learn English. Кеттік. Ол осыны істеуге тырысып жүр. He tries to do it. Или қаралайын ба? Так. Ол ағылшын тілін үйренуге тырысып жүр. She tries to learn English. Мен француз тілін үйренуге тырысып жүрмін. I try to learn French. Ол жұмыс табуға тырысып жүр. He tries to find work. Ол кейде компьютер ойындарын ойнайды. He sometimes plays computer games. Мен кейде ағылшын тілін оқимын. I sometimes learn English. Енді осы видеоны сіздер бірнеше рет қайталап көріңіздер. Прям қазақшасын айтып жатқан кезде паузаға қойып, өздеріңіз ағылшыншасын айтып, потом ары қарай видеоны жалғастырып, өздеріңізді тексеріңіздер. Бүгінге осы, келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.